жүректерің еткен дархан, көтерген тұрмыс жүгін сенің арқан, жолыңда жүріп өткен қарасам мен, оқитын келешекте бір дастан. Таң атып күнде шыққан өздеріңмен, жалындап жұлдыз жанған көздеріңнен, тербедің көктем бағын самал болып, өсиет жастарға айтқан сөздеріңмен. Халайық, ханның жарлығын тыңдаңдар. Әкесі 60-тан асқан болса, ол өлтірілсін. Шалдан ешқандай пайда жоқ. Тамаққа ортақ, таңертеңнен кешке дейін пырылдап ұйықтағаннан басқа ештеңеге қабілеті жоқ. Жарлықты орындамаған адамның басын алам. Асқан қариялар өз ажалынан өлсе өлді, өлмесе хан бұйрығынан қорққан жұрт, әкелерін орман тоғайға апарып, аң құсқа жегізіп, біразы ауыл маңындағы дарияға тастап, балықтардың азығына айналдырды. Бір жігіттің әкесі 60-тан асса да әлі тым ширақ, өлетін түрі жоқ. Бірақ хан жарлығын орындамаса, өзі мерт болатын сезетін бала әкесін өгізге мінгестіріп дарияға алып келді. Оның жағасындағы тасқа отырғызып, әкесін өте терең, ағысы қатты суға итеріп жіберуге дайындалыпты. Әкесіне қараса, қария қарқылдап күліп отыр екен. Әке, мен сені өлтіруге әкеліп отырмын. Сен болсаң күлесің. Неге көңілді отырсың? Балам, осыдан 30 жыл бұрын мен де әкемді осы өзім отырған тасқа отырғызып, бір жыл мұрсат сұрағанына, жылағанына қарамай дарияға итеріп жібермедім. Әкеңе не істесең, алдыңнан сол келеді деген бар емес пе? Бүгінде солға тегіздік менің де басыма келіп отыр. Көлмегенде жылайын ба? Баласы ойланып, ертең осы жағдай менің де басыма келуі мүмкін ғой. Құдайдың салған ісіне көре жатайын деп, әкесінің үйіне әкеліп, үлкен сандық жасап, сырт көзден жасырып, сонда ұстатты. Бірде баласының алыс сапарға дайындалып жатқанын сезіп, балам, неге әбігерленіп жүрсің? Хан алыс сапарға аттанатын болды. Маған да жүр деп отыр. Балам, ол жол өте қауіпті. Шөл, жолдарында су жоқ. Қиындықтар кездеседі. Мені де ала кет. жол өте қиын. Керуен шөл далада ауыз судан әбден қалжырайды. Малдар шулап, адамдар ауыр жолды көтере алмайтын жағдайға душар болады. Кім деген су тапса, соған көп алтын ділдә беремін. Баласы сандықтағы әкесіне келіп болған жағдайды хабарлайды. Балам, су табылады. Өгізді арбадан босатсаң, су бар жерді сүзеді. Аяғымен жерді қопарып шашады. Сол жерді қазсаңдар, мол су шығады. Бала әкесінің айтқанын орындайды. Арбадан босаған өгіз өкіріп бақырып, жерді иіскелеп, ойлау жерге барып, топырағын шаша бастайды. Мүйізімен жерді сүзеді. Сол жерде қасса, таяу тереңдіктен мол су шығады. Мал жан мол суға кеңеліп, шөлдері қанып тынығады. Хан уәдесінен тұрып балаға мол алтын береді. Бірақ хан жігітке күдікпен қарап, бұған осындай ақыл қайдан келді деген ойда болады. Біраз жол жүргеннен кейін керуен үлкен теңіздің жағасына келіп тоқтайды. Адамдар теңіз түбіндегі екі гауһар тастың жатқанын көріп, ханға хабар береді. Кім деген осы тастарды алып берсе, қазынадан көп алтын күміс беремін. Және өзіме бас уәзір етіп сайлап аламын. Біраз адам гауһар тастарды теңіз астынан алып шығамыз деп суға кетеді. Теңіз түбіне жете алмай қалжырайды.
Баласы әкесінде болған жағдайды хабар етер. Ханның бұйрығын айтады. Балам, гауһар тастар теңіз түбінде емес, байқашы. Су жағасында үлкен бәйтерек ағашы бар шығар. Соның басында самұрық құстың ұясы болуы мүмкін. Тастар сол ұяның ішінде. Теңіздегі гауһар тастарды сол ұядағы тастардың сәулесі. Самұрық асыл тастардың биік таулардан, құздардан әкеліп ұясына салады. Иә, әке, теңіздің жағасында үлкен бәйтерек өсіп тұр. Балам, бұл жолы хан сені қинайды. Ақылдың қайдан шығып отырғандығын сұрап, сені өлім жазасына кеседі. Ханнан жарлығын орнамағаның үшін кешірім сұрап, шындықты айтушы бол. Уах, өнем, гауһар тасты мен алып берем. Рұқсат беріңіз. Бала бәйтеректегі самұрық құстың ұясындағы тастарды алып ханға келіп береді. Шөлден құтқардың. Судың бар екенін қалай ойлап таптың? Гауһар тастарды бәйтеректің басындағы самұрық құстың ұясында екенін қайдан білдің? Бұл сенің ақылың, тапқырлығың емес, шындығыңды айтпасаң, басың алынады. Жарлығыңызды орындамадым. Әкемді өлтірген жоқпын. Ақылдың барлығы сол 60 жастан асқан әкемнің ақылы. Жасаған қылығым үшін міне басым, міне жаным. Әкең қайда? Бүгіннен бастап ескі жарлық жойылсын, жаңа жарлығымды тыңдаңыздар. 60-тан асқан адамнан ақыл сұрау керек. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті қонақтар, қадірменді қариялар. Бүгін біз сіздерге деген алғысымыз бен құрметімізді білдіру үшін жиналып отырмыз. Қазан айының алғашқы күні қарттар күні. Бұл күні даналықпен өнегенің мерекесі. Бүгінгі сіздерді мерейлеріңізді асыратын маңызды зор мереке ұлттар ұйымының шешімімен белгіленген халықаралық қарттар күні. Қымбатты да атақты ата-әжелері, сіздердің ұрпақ құсы болып, еліміздің болашағы үшін жасаған өнегелі істеріңізге басымызды ие отырып, баршаңызды мерейлі мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Мерекелік құттықтау сөз аудан әкімі Қожықаев Қанат Шубайұлына беріледі. Ардагерлер, қадірлі аға буын өкілдері, біз бүгін ерекше мереке 1 қазан халықаралық қарттар күні мен сол күні бас қосып отырмыз. Баршаларыңызды осы айтулы мерекемен, ыстық ықыласпен, шын пейілмен құттықтаймын. Бұл күн елін еңселеткен, жерін гүлдендірген, бар ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған қымбатты қарияларымызға құрметтің белгісі, қамқорлықтың айғағы. Халқымыздың дана сөзі бар, қарты бар үйдің қазынасы бар. Шын мәнінде сіздер біздің елдігіміздің темір қазығы, дәстүріміздің алтын арқаусыздар. Сіздер өткен өмір жолыңызбен ғана емес, қайсар мінездеріңізбен, еңбектегі табандылықтарыңызбен, өмірлік даналықтарымен әрқашан бізге үлгі болып келесіздер. Сіздердің әрбір қадамдарыңыз тарих, әрбір еңбектеріңіз өнеге, әрбір ақыл кеңестеріңіз біз үшін баға жетпес қазына. Жас ұрпаққа сіңірген тағылымдарының арқасында бүгінгі Қазақстан еңселі елге берекелі бесікке айналды. Құрметті жерлестер, ауданымызда бүгінде 1740 қарт адам бар. Бұл біздің үлкен байлығымыз, асыл қазынамыз. Қарияларды ардақтау біздің парызымыз. Осы мереке қарсаңында ауданымызда арнайы қолдау шаралары ұйымдастырылып, ардагерлерімізге лайықты құрметтер көрсетілуде.
биыл жылы қарттар күніне орай бюджеттен 34.800.000 теңге бөлініп әрқайсыларыңызға материалдық көмектер көрсетілді. Бұл мемлекет аудан тарапынан деген ілтипат пен қамқорлықтың көрінісі. Сіздер отанға адал қызмет етудің, төзімділік пен қайсарлықтың, парасат пен ізгіліктің шынайы үлгісіздер. Сол үшін сіздерге шексіз алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі мереке сіздерге деген ыстық ықыласымыздың бір парасы ғана. Ал шын мәнінде сіздерге құрмет көрсету біздің күнделікті парызымыз. Сіздердің ақ баталарыңыз бізге медет, сіздердің даналық сөздеріңіз бізге бағдар, сіздердің адал еңбектеріңіз бізге мұра. Сөзімнің соңында тағы да сіздерді осы айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға амандық пен шаттық тілеймін. Әрдайым арамызда ақылшы болып, ұрпаққа үлгі болып жүре беріңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Қарттар күніне орай ауданымыздың дамуы мен қалыптасуына қосқан зор үлестері үшін Қазақстан орталық ардагерлер кеңесінің құрмет белгісі төс белгісімен Жаңарға аудан кентінің тұрғыны Есжанов Сейфулла ағамыз марапатталады. Республикалық ардагерлер кеңесінің құрмет грамотасымен Талдықолақ ауылдық ардагерлер ұйымының төрағасы Байғұтов Қанат ағамыз марапатталады. Ардагерлер кеңесінің алғыс хатымен Жарылғапов атындағы колледжінің ұстазы Ахмедин Мелис ағамыз марапатталады. Ұлытау облысы ардагерлер кеңесінің құрмет грамотасымен депо мекемесінің тепловоз машинасы қызметін атқарған ағамыз Оразбаев Құрманбек ағамыз марапатталады. Мен Ақтөбе ауылдық ардагерлер ұйымының төрағасы Танау Берік ағамыз марапатталады. Ұлытау облысы ардагерлер кеңесінің құрмет грамотасымен Теміржол ардагерлер ұйымының төрағасы Таласбаев Рамазан ағамыз марапатталады. Ұлытау облысы ардагерлер кеңесінің алғыс хатымен ардагер ана Сейткамалова Баткен апамыз марапатталады. Ардагерлер кеңесінің құрмет грамотасымен Айнабұлақ ауылының еңбек ардагері Нұркеев Далабай ағамыз марапатталады.
Аудан әкімінің алғыс хатымен аудандық автомаш мекемесінің инженері Асқарбек Абдулла ағамыз марапатталады. Жаңарқа мал бордақылау шаруашылығының жүргізушісі қызмет атқарған Байбосын Еркін Нақыпұлы ағамыз марапатталады. Мұнай айналу станциясының оператор қызметін атқарған Айтбаев Ибрахим ағамыз марапатталады. Жұбажанов ауылының сантехник қызметін атқарған Өтегенов Төлепберген Сақанұлы ағамыз марапатталады. Сәкен Сейфуллин ауылының механизатор қызметін атқарған Асқаров Бақтияр ағамыз марапатталады. Медицина саласының ардагері Кенжеғұлов Малдыбай ағамыз марапатталады. Ауылының ардагер анасы Түтекеева Күміс апамыз марапатталады. Құрметті ата-әжелер, бүгінгі алған марапаттарыңыз құтты болсын. Мерекелеріңізбен баршаңызды. Құрметті ата-әжелер, баршаңызға арналған аудан әкімінің мерекелік сый-сияпатын қабыл алыңыздар. Aşkım
ата әжелер, мәдени сауық орталығының жанынан құрылған Асыл Қазына ансамбліне кезек берейік. Әрі қарай концертті жүргізетін Асыл Қазына ансамблінің мүшесі, белгілі ақын Жұмабай Жұмасейітов ағамызды сахнаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Ақсақал ардагерім армысыңдар, бүгінде есен аман бармысыңдар, әлі де қалып қойған балалықпен 25 жастық шаққа зармысыңдар. Қарттарым, апаларым, ағаларым, өкшелеп өздеріңді жағаладым, еңбекпен тұтас бірге жаратылған асыл ғой өздеріңнің бағаларың. Қарттарым аманмысың, абыздарым, білемін соңдарыңда аңыз барын, тек қана болашақты ойладыңдар, өткенге жоқ қой сенің қарыздарың. Қарттарым, сенің арқаң осы күндер, қаншама арман менен тосып еңдер, артыңа із қалдырып, ұрпақ шашып, қатарға тәрбиелеп қосып еңдер. Мерекең құтты болсын даналарым, осылай өздеріңді бағаладым, құрметтеп күте берсін үлкендерді, кейінгі келер ұрпақ балаларың. Тарих боп қалды барсың, ұрпақтың алып алғысын, қатардан әлі қалмаған қарттарым аман бармысың? Құтты болсын бүгінгі мерекелеріңіз, сіздер аман болыңыздар үлкендерім. Қарты бар елдің таусылмайды қазынасы, өмірдің жоқ қой саған айтар базынасы. Ақсақал ардагерім абыздарым, ақылдың ағып жатқан дариясы. Әлі де көрінесің биіктерден, айтасың сөздеріңді жиып келген. Қуанам өздеріңді көргеніме, ақылшым даналарым сыйғып берген. Қарты бар елдің қазынасы бар дегендей, орталарыңыз ортаймасын ардагерлерім. Қазір сахна төріне осы Асыл Қазына ансамблінің мүшелері дайындаған хор. Сөз Ісләм Жарылғаптікі әні Жақсылық Мағзумов орындайтын Асыл Қазына ансамблі. Қарсы алыңыздар, құрметті ағайын.
Бүгін сіздерге өнер көрсететін аудандық мәдениет үйінің жанынан құрылған Асыл Қазына ансамблі. Ансамбль Ардагерлер кеңесінің ұйғарымымен жүзеге асқан, елге танымал ардагер әнші күйші өнерпаздарымен толыққан. Биылғы Абай атамыздың 180 жылдық мерейтойына орай Ұлытау облыстық әжелер сайысынан Асыл Қазына ансамблі бірінші орынды иеленіп 200 мың теңге жүлдені ұтып келген. Олай болатын болса, бүгінгі Асыл Қазына ансамблінің ән мен жыр шашуы өздеріңізге арналады, ардақты ардагерлерім. Біз бүгін осы бір сіздерге арналған, осы қарттар күніне арналған үлкен бір осы концертімізді ерекше бір жағдайда өткізуіміз келіп отыр. Ол осы сахнамен өздеріңізді байланыста ұстап, бірге жүргізсек деген ойдамыз. Оны концерт барысында байқай отырарсыздар. Мен мынау бүгінгі сіздердің құрметті мерекелеріңіз болғаннан кейін, осы сіздерге мынау қарттарым қатысып отыр. Соларға бір 2-3 жұмбағым да бар. Жұмбағымды жасырамын. Шешімін тапсаңыздар, сый-сияпатымыз да бар. Алыстан көрінеді қатарлары, белінде белбеу сайын шапандары, Құдайдың құдіретіне қарап тұрсам, шығыпты тас төбесіне сақалдары. Жұмбақ, бірінші жұмбақ. Алыстан көрінеді қатарлары, белінде белбеу сайын шапандары, Құдайдың құдіретіне қарап тұрсам, шығыпты тас төбесіне сақалдары. Енді бұны жоқ. Ал енді бұны мен тыңдап сіздерді күтіп отыра алмаймын. Уақыт тығыз. Осы концерттің барысында жауабын білетіндеріңіз айтып отырсыздар, қол көтеріп. Әуелі жүрегімді шымырлатқан, қаз үйрек айдынында сыбдыр қаққан, гитарамен қосылған дауысынан ақ құс көлбетінде сабыр тапқан. Тыңдай бергің келеді жалықпайсың, әнімен бір кесенде қалықтайсың. Сырлы әуеннен бойына қуат алып, сезімге ләззат тауып шарықтайсың. Бұл жұмбақ емес, мен шақырайын деп отырмын. Қазақстан Республикасында еңбегі сіңген қайраткері, сазгер, әнші, гитараның атасы атанған Қорыбай Есенов ағамызды сахна төріне шақырамыз. Мерекелеріңізбен бәрдеріңізге амандық, саулық, бақыт тілеймін. Өмір керкін бойламаған, күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор адам қайда маған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор адам қайда маған. Жаннәке шертіп сезім домбырасын, кеудемді
қуанышқа толтырасың. Арманның биігіне қол ұшырсаң, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Арманның биігіне қол ұшырсаң, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Қазір бір өзеннің арнасымын. Кім өлдір болса соның жолдасымын. Арманның биігіне қол ұшырсаң, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Арманның биігіне қол ұшырсаң, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Bir әже түнде немересін ұйықтата алмай жатыр дейді. Құдай-ау, жатсайшы. Құдай-ау, жатсайшы дейді. Құдай үшін жатшы, ұйықташы дейді көрінеді. Сонда жаңағы жатып қалады да, таңертең немересі әжесін айтады. Әже, мен Құдайды көрдім дейді. Өй, сен қалай көресің? Ол Құдай көрінбейді, ол бізді жаратушы ғой дейді. Сонда бала тұрып айтады, түнде мен өтірік ұйықтап жатқанда атам артыңнан келіп тұртты ғой, сонда сен Құдай-ау, тағы да келдің ба деп айттың дедім ғой дейді. Әншінің ән айтқанда анықтайсың, аспандап көгіл шіркін шарықтайсың. Тик-токтан өзіңді көргенімде тыңдаудан ешқашанда жалықпайсың. Аяулы ана орындайтын Шаханов атындағы Терек мектебінің тәрбиешісі әнші Әсем Артықбайқызы. Қарсы алайық.
Бүгінгі әңгіме жырымыз тек қана сіздерге арналады, аяулы, ардақты ардагерлерім. Жақсылап тыңдап отырыңыздар. Бағана жұмбақты шешкендеріңіз бар ма? Бидай. Алыстан көрінеді қатарлары, белінде белбеу сайын шапандары, Құдайдың құдіретіне қарап тұрсам, шығыпты тасты өсіне сақалдары. Дұрыс емес. Нақты жауаптар дұрыс емес. Мен тағы да өйткені жұмбақты екінші жұмбағымды тағы жасырамын. Ойланып отырыңыздар. Ертеде шешелеріміз мынау үлкен кісілер біледі, ауыл-ауылға көктемден шыққаннан кейін бата жасағанда атарбамен 5-6 шешеміз жаңағыға сый-сияпатын салып бата жасап барып келетін. Сонда соған дейін әңгіме соғып жұмбақ жасырып барып келеді екен. Сонда ішіндегі отырған үлкен бір шешеміз әр отыр орнына мен отырайын дейді. Сонда шеттегі келе жатқан бір жас келіншек арбадан түсіп қапты. Ой, қайтадан мен саған, мен әр отыр деген жоқ, мен жұмбақ айтып келе жатырмын. Әр отыр орныңа мен отырайын. Ол не? Ал енді бұл жұмбақтың үшеуінде шеше алмасаңыздар, ренжімеңіздер. Бұл жұмбақтың сый-сияпаты асыл қазынаның алтын қорына қайтадан барады. Тарихтың бізге берген мол мұрасы, қасиетті қазақтың қолындағы домбырасы, күйшінің күйін тыңдап шымырлатқан бойыңды босатып бір балбырашы. Арқалы күйшілер бар алашында, таңдай қағып таңырқап қаласында. Соның бірі осында бірегейі бүгінгі өнерпаздар арасында. Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген мәдениет қайраткері, профессор, Ұлытау облысы құрметті азаматы, Сайдалы Сарытоқа күйлерін насихаттаушы Мұхамеджан Тілеухан ағамызды ортаға шақырамыз. Қол соғайық, құрметті меймандар. Қамқор ерекше мейірімді Аллаға мен бастаймын. Аллаға мадақ. Бүгін ардагерлерімізді көріп, көңіл толып, рахаттанып отырмыз. Ардагерлердің ішінде де бізге үлгі болатындар бар. Үлгі болмайтындар да бар. Бірақ үлгі болмайтын айтпай-ақ үлгі болатындар мысалы Сейбекен жаңағы. Мынау жарла менің кездерім. Осындай ақсақалар көргенде рахаттанасың. Жаның кей табады. Ал енді бүгін осы ұйымдастырып отырған біріккен ұлттар ұйымының қаулысымен аудан әкімдігіне көп рахмет. Ал енді бірімізді бір көргеніміздің өзімізге үлкен бақыт қой. Өмір деген қысқа, қасқа мешат. Сондықтан да бірімізді көргенімізге қуанайық. Ал енді жаңағы күй тартайын десем, кім айтады жаңағы шақ деген мен осында нағашында. Сен анау шеттегі тарт. Жүгіртке бозайғы тартта етіп көтерген дейді. Мен байқайын деп отырмын енді. Ердің жаңағы көңілінен шығып, жаңағы даладан құлағыма күй келеді. Тербет шымырлатып жан денені. Ботадай боздап келген сағынышы бізде жарқыдан әлденен деп. Күй деген адам шымырлатады ғой. Сондықтан да Sayılar sartıkan bek tolmalarını bastayım.
отыр ғой, баласы қайсыға дейді. Бұл үшін жақсының үйін түрер мәмет ұзарғасын сарып сондан дейді. Бұл деген уақытты сайдан сатыған болайын аяқтайды.
көп рахмет, шарықтай беріңіз, аспанда өсіп қалықтай беріңіз. Мұқаңның бұл күйіне анау-мынау домбыра шыдамайды. Арнайы аршадан жасаған домбыра болмаса, қайдам. Мынау мен бір болған оқиғаның өзімен әзіл айтайын. Ертеде Совет үкіметінің кезінде әр жерде, ауданда қасапхана болды, мал соятын. Оны өздеріңіз үлкендер жақсы білесіздер. Сондай жерде істеп жүрген бір қария қасапшы мал сойып жүреді, аның жанына қараса әйелдер қойны қойыншығына тығып, шек-қарын өкпе бауырларды алып кетеді екен. Содан ана ақсақал тұрып ойлайды, осы мен де қорғаланба деп, бір семіз сиыр сойылған екен, соның желін майын тұтас кесіп алады да омырауына көйлегінің ішіне салып жібереді. Әбет кезінде тайқақ қалған, содан ол уақытта сары автобус жүреді, сол автобусға мініп үйіне бармақшылап автобусға мінсе, арт жағында 3-4 кемпір орындықта отыр екен, орын жоқ, содан түрегеп тұрады, ақсақал ұстады. Содан автобус жүріп бір-екі солқылдатып селкілдеткеннен кейін жаңағы желінбай құрғыр төмен сырғып, шалбардың арасынан ауылдан шығып тұр дейді бір емшегі. Содан ана кемпірлер жаңағы жерде талқыла жасайды, ойбай төбет мынауыңды жапайын жұрттан ұят болады деп. Содан ақсақал қараса расында да бір желінің біреу шығып тұр екен емшектің. Саспайды, қалтасынан бәкісін алады да жаңағыны кесіп жіберіп борышкеден лақтырып жібереді, кесіп алады. Содан кемпірлер тіпті талады. Арада ұстап қалған. Содан ақсақал айтады дейді, өй құрдастар, қорықпаңдар, әлі шуы бар деп. Ән айтса гитарамен жанып кетер, жастық шақты есіңе салып кетер, жаныңыз сая тауып елжірейді, тошқасына жүректің барып жетер. Өнерге жастайынан бет тұрғандай, сен отыр мен атайын деп тұрғандай, алуан сан салада еңбек етіп, маңына жақсылықпен шеп құрғандай. Өздеріңіз бағана тамашалаған 60-тан асқаннан ақыл сұра деген көріністің авторы, мәдениет саласының үздігі, әнші, гитарашы, атай берсек марапаттары көп, Бейбіт Хасенов ағамыз тамаша әнімен алдарыңызға ағайын. Мерекелеріңіз құтты болсын, отбасы аман, дендеріңіз сау болсын. Kemiysen her daim kerek eder.
барда ұрпағың жалғасып көбейсін немере шөберелер кеңейсін әрдайым келегелер әкешім анашым сендер барда ұрпағың жалғасып ере әкешім қамқоршым кемеңгерім анашым айданым терең көлім ақ тілеу батанның арқасы ғой бақытқа бақытқа кенелгенім көбейсін немере шөберелер кеңейсін әрдайым келелер әкешім анашым сендер барда ұрпағың жалғасып ере берер көбейсін немере шөберелер кеңейсін әрдайым келелер әкешім анашым сендер барда ұрпағың жалғасып ере берер Абай атамыздың 180 жылдық мерейтойына бүкіл әлем болып атсалысып қуанып қарсы алып жатыр. Біз де содан қалыс қалмайық деп осында арнайы өзінің туындысымен Абайдың көзімнің қарасын орындайтын қобызбен облыстық байқаулардың бірнеше мәрте лауреаты балалар өнер мектебінің ардагер ұстазы Ләззат Бекқожина шақырамыз.
құрметті ардагерлерім, қарттарым, бүгін бір осы бір өздеріңізге арналған осы ардагерлер әнші орындаушылары мен бірге өткізген осы бір концертімізде бір емін-еркін көсілеміз бе деп едік, жоқ, жан-жағымыздан қыспақ келіп түсіп жатыр. Тездет, уақыт болып қалды деп, созып келе жатсың деп. Өйткені мына бүгінгі өздеріңізге осы орындап жатқан, осы арнау жолдап жатқан, осы тақпақтары әншілерді құрметтеп шақырған бәрі өзімнің шығарған туындым еді. Сондықтан енді амалсыз қысқартып қырайын деп отырмын, оған ренжімеңіздер. Bir кең ұсынып отыратын концертіміз болып қалар деген үміттеміз. Шың басына шығады қолы жеткен, дариды өнер білім арғы тектен, өнерде тоқаларға деген бар ғой, аттан түсіп аялдап қонып өткен. Әуелі шертпек үйдің еліктірер, кеудеңді көтеріп бір желіктірер, күй өнері қашаннан киелі ғой, сенген адамына келіп кірер. Күй, көңіл толқыны, Секен Тұрысбек, орындайтын Қазақ Республикасына білім беру ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгенің иегері, күйші, өнерпаз, әнші, кәсіптік техникалық білім берудің 75 жылдық мерейтойының үздігі Меліс Ахмедин ағамызды алдарыңызға шақырамыз. жарасады сәніменен
баураған барша жұртты әніменен әлі де талшыбықтай бұралып тұр. Құрдасың қаншада еді деп сұрайды бәріменен. Шыққанда сахнаға арай бердім, өзімде таңырқап тамсанып қарай бердім. Қартаймай өлең айтып жүре берші, аузынан суы ақсын талай елдім. Сырласу вальсі орындайтын облыстық байқаулардың лауреаты, үздік кітапханашы, еңбек даңқы медалінің иегері, әнші Сарқыт Шайхина. Төбемізде жұлдыздар үнсіз жымыңдасқан, ара жатқан зымырап байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген уақыт. Алматының гүл бағын аралаймыз ұзақ, қиялменен кетеміз келді алысқа ұзақ. Күйге толы көңілмен араластық биге, қандай ыстық осы шақ, асықпа сен неге. Қандай ыстық осы шақ, асықпа сен неге. Алақанда алақан, күлімдейді көзі, құшағында қуаныш, қасында сен өзі. Бүгінгі күн тамаша, бүгін нұрлы барман, бүгін міне қосылды арман менен арман. Бүгінгі күн тамаша, бүгін нұрлы барман, бүгін міне қосылды арман менен арман. Еңбектің арасында қайнадыңдар, бәйгеге басын дейіп байладыңдар. Рахатын енді міне көріп жүрсің, ұрпақтың ортасында жайнадыңдар. Өзіңмен төрт құбылан түгелменің, немере шөбереңмен түгелдендің. Халқыңның құрметтеген ортасында бақытты өмірді сен сүре бергін. Үлкендерім болмаса қайтер едім, алып ағасын өзіңсің бәйтерегім. Саяңнан сая тауып қуат берген, жақсылығыңды келеді айта бергім. Жеке ән дәмежан Мәуленина Надежда әнімен қарсы алыңыздар.
нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтобы от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. Песни довольно одной, чтоб только доме не пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Усталые глаза, с ними московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, что только доме в ней пелось. Бүгінгі сахна төрінде асыл қазына әжелер ансамблі Жетарал әнімен. Бағана айтылып өткендей, осы Жетарал әнімен осы кісілер мінекі әншілеріңіз облыс орталығында әжелер байқауында бірінші орын алған болатын. Жетаралдан жер қайда, елдің көркі ай, сылдыр-сылдыр қайнаған ойын күлкі Жетарал жерім ай, сауықшыл елім ай. Қамыс кетсем күтпеген туған жерден ай, қай жерімнен келеді ойын күлкі Жетарал жерім ай, сауықшыл елім ай. Жетарал жерім ай, сауықшыл елім ай. Ауыз көшіп барады, яудан асып ай, шапырағын жайқалған барам басып Жетарал жерім ай, сауықшыл елім ай. Сенесің мен түскенде бейбарағым ай, отқа түскен бейнеде қалам жасып Жетарал жерім ай, сауықшыл елім ай. Жетарал жерім ай, сауықшыл елім ай. Жетарал жерім ай, сауықшыл елім Бағанағы жұмбақтың жауабы бар ма шешімді? Ақаулаусыздар. Қамыс, Кім қамыс деген? қамыс. Өте дұрыс. Қамыс. Бірден сыйлығын берсек деймін. Мына жақта. Қамыс деп өте дұрыс тапты.
Екінші жұмбағымыз әр отыр орныңа мен отырайын деген. Дұрыс емес, ал енді үшінші жұмбағымды оңайлау ғой дейік, тағы бір жасырып отырайын, 10 кемпір мұз арқалап келеді. 10 кемпір мұз арқалап келеді. Өзі мына үлкендердің жұмбағы. Апатау бұд. 10 саусақ. 10 саусақ дейді. 10 саусақ деп кім айтты жаңа бірінші? Дұрыс, 10 саусақ. Қиян тырнағымен. Мына кісі айтты. Оңдан бір мұз арқалап келген ғой. Әжеміз дұрыстан. Мына кісі. Мына апай. Айтуғанның әжесі. Мен бүгін Құтты болсын. ерекше бір адамды мадақтап, мақтап дәріптегім келіп отыр. Осы ардагер әнші күйші өнерпаздарды дайындық өткізіп, келмесе қайта хабарласып, жанымызды қоярға жер таптырмай сахнаға сүйрелеп жүрген біреуіміздің белаурамды, біреуіміздің балтырымыз сыздайды, біреуіміз немере бағамыз, біреуіміз шөберенің айтқанымен кетіп қаламыз. Ақыры соларды дайындап, осылай концерт бергізіп жатқан Асылғазылы ансамблінің көркемдік жетекшісі Мақпал айналайын мына. Әрі қызымыз әрі келді. Осы Мақпалдың арқасы. Аяулы қыздардың бірі Мақпал едің, өнеріңмен барша жұртқа жаққан едің. Сахнаға өзің шығып ән салғанда сүйсінген көрерменнің мақтан едің. Дәстүр салтты сақтайсың сәніменен, тіл табысып сөйлейсің бәріменен. Тамаша нәтижені көріп жүрміз, дайындап қойған қасиет кәріменен. Көп рахмет Мақпал. Мынау көп шығармашылықтарымыз бар еді, сіздермен бірге біраз отырып, осындай әзіл әңгімелеріміз бар еді, кеңінен отырып өздеріңізді қуантатын. Енді оған уақыт таяп қысып бара жатыр, сондықтан енді әншілерге ән кезегін берейік. Әншілер өнердің биік саласында, дауысың ерекше ғой арасында, әуенің қандай жақсы естір болсаң, тартыпсың ау сен дағы нағашыңа. Домбырамен айтқанда елжіреттің, эстрадаға ауысып келіп жеттің. Қай жағынан алса да өнерлісің, өзіңді әншілікке сенімдеттің. Өз елім әнімен сахнада кітапханашы, өлкетану бөлімінің жетекшісі Зәмзагүл Қабденова. Шырағым
Bozulmaz kamalın batırı, vakıttır tirdiğin samalı, bizsinin vakıttın, üzülüm menin, jırıma qosib jüremin. Ölüm dep menin, jerim dep senin, soğadı bende jüregim. Ay, tilegi senler sol elnin. Nazarı senler, aşağı senler sol elnin. Ay, tilegi senler sol elnin. Nazarı senler, aşağı senler sol elnin. Ырза болуңуздар, құрметті қарттарым, ардагерлерім. Бүгінгі осы асыл қазынаның ұйымдастырған концерті осымен аяқталады. Келесі жылдың қарттар күніне арналған осындай қуанышты концертіне бәріңіздің келіп қатысуыңызды Алла нәсіп етсін. Амандықта болыңыздар, асыл әжелерім, апаларым, ардақты ардагерлерім.